Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Ал бүгін менің сіздерге ұсынатын рецептім түрік халқының өте дәмді болып шығатын десерті. Осындай өте нәзік, духовканы қажет етпейтін және де тек қана сүттен ғана жасалатын осындай өте дәмді десерт. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріңіздер, сізге ұнайды деген ойдамын. Жасалу өте оңай, және де бұл видеоны жоғалтып алмау үшін менің арнама тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Енді бізге бұл тәттіні жасау үшін осындай 1 литр сүт қажет болады, және де 200 граммдық стақанмен 1 стақан ұн мен 1 стақан қант қажет болады. Осы қант пен ұнды 1 литр сүтімізге араластырып, екеуін де бірден салып жібересіздер, және де венчикпен түйірлері қалмағанша араластырып, оны біздің отқа, яғни газымызға қоямыз. Достар, міне осылай барлығын араластырамыз, бір түйір қалмағанша осылай венчикпен араластырып тұрасыздар, және де оттың астын қатты қоймай, орташа отта, ең басында орташа отта қыздырамыз. Осылай араластырып болғаннан кейін, біздің сүтіміз ысы бастаған кезде, біздің сүтіміз қоюланады. Сол кезде біз отты баяу отқа басамыз, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Міне достар, біздің сүтіміз ысып келеді. Осылай жай ғана жайжыдан қоюлана бастайды. Осыдан кейін қатты қоюланған кезде отты өте баяу отқа қоямыз, және де осындай бетіне осындай кішкентай ғана тесіктер шыға бастаған кезде үстіне біз сары майымызды қосамыз. 50 грамм сары майды қосып, тағы да майымыз ерігенше араластырамыз. Өстіп майымыз кішкене еріп келе жатқан кезде үстіне 1 шай қасықпен ванилин қосамыз, және де қалған майымыз барлығы толығымен ерігенге дейін араластырып тұрамыз. Майымыз ерігеннен кейін біздің бұл креміміз дайын болады. Тек қана осылай тоқтамай араластырып тұрыңыздар, асты жабысып қалмас үшін. Міне осындай болды. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді достар, осындай духовканың ең үлкен табасы, осыған 150 грамм кокосовый стружканы жаямыз. Егер де кокосовый стружка сіздерге ұнамаса, немесе үйлеріңізде болмаса, жай ғана үйдегі песочный печеньеларды үгітіп, астына осылай жайсаңыздар болады. Оның кокосовый стружканы қосу қатты міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Және де осы креміміз ыстық күйінде болып тұрғанда, осылай біздің противенға құйып, тегістеп жайып шығамыз. Тек қана ыстық күйінде бірден құйыңыздар. Осылай барлығын құйып алып, өзімізге ыңғайлы осындай менде шпатель бар, крем жағатын, осымен тегістеп бірдей қылып жайып шығамыз. Жай ғана қасықпен жайсаңыздар да болады. Достар, мен барлығын жайып қойдым. Бұл біздің тәттіміздің ең маңыздысы. Қамырдың орнына осы біздің жаңағы сүтпен істеген креміміз болады. Енді достармен ортасына осындай грецкий орех, грек жаңғағын қосамын. Ол бірақ өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ортасына кез келген жеміс жидек болса да үйлеріңізде барлығын турап қоса беруге болады. Мен мысалы бүгін осындай грек жаңғағын қостым. Ол әркімнің өзінің қалауынша қоса берсеңіздер болады. Енді достар, ішіне жағатын менде крем 200 грамм салқын сливки, және де 50 грамм үстіне қант ұнтағын қосамыз. Осы екеуін жақсылап тұрып миксермен араластырамыз қоюланғанша. Бұл біздің ортасына жағатын креміміз болады. Міне осылай қоюланды, креміміз дайын. Енді менің жаңағы холодильникке қойған тәтті қамырым әбден суыды. Осылай 3 сағаттан кейін алдым. Енді ортасына жаңағы дайын болған кремімізді жағамыз. Осылай тағы да крем жағатын құралмен барлығын тегістеп жайып шығамыз. Достар, бұл тәттіні жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Дайындалуы өте оңай, және де көп затты қажет етпейтін осындай түріктердің керемет десерті жасап көрсеңіздер болады. Барлығына ұнайтын сөзсіз, өте нәзік болып шығатын ерекше десерт. Енді жаңағы ұнтақтаған біздің грек жаңғағын ортасынан өстіп жайып шығамыз қолымызбен. Менде грек жаңғағының бар жоғы 200 граммдай кетті. Осылай барлығын жайып шығамыз. Міне жайып болдым. Енді осы біздің десертімізді дәл ортасынан осылай пышағымызбен бөліп,
және де осылай ортасын тағы да бөлеміз. Бізде барлығы 12 пирожный шығады. 12-ге бөлемін. Кішкентай шағын 12 пирожный шығу керек бізде. Мен достар барлығын бөліп алдым. Осылай енді осындай 4 бұрышты какпірлеріңізбен құралдарыңызды осылай шеттен ашып алып отырасыздар да. Мен дәрісті осындай әдіспен орап барлық рулеттерімізді жинап шығамыз. Міне осындай әдемі рулеттер, кішкентай рулеттер шығады. Астын осылай босатып алсаңыздар да болады осындай құралдарыңызбен. Онда жинауы өте оңай болады. Міне достар, осылай барлығын жасаймыз. Менің рулеттерім дайын, кішкентай шағын рулеттер. Өте әдемі, өте нәзік болып шығады. Қонаққа істесеңіздер де болады. Сіздердің қонақтарыңыз немесе отбасыларыңызды таңғалдыратын түрік халқының өте дәмді десерті жасап көруге кеңес беремін. Өте көп затты қажет етпейтін, осындай жеңіл, өте нәзік болып шығатын десертіміз біздің. Менің осы видео рецептім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, астына комментарий қалдырып қоюға болады. Және каналымның дамуына өздеріңіз үлестеріңізді қоссаңыздар, өте риза боламын. Ол үшін осы видео рецепті ссылкамен достарыңызға, құрбыларыңызға жіберсеңіздер болады. Достар, видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.